Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы бастаушы, қостаушы жүрістерін есептеу. Жүрістерді есептеудің барлық формулаларын қайталап өтейік. Мұнда 1-ден 9-ға дейінгі сандар құмалақ саны. Бұл сандарды көбейтеміз. X құмалақ жинайтын отау санынан құмалақ тұрған отау санын алу. Мысалы, 5-ші отауда 3 құмалақ болса, формула бойынша 3 көбейту 9 алу 5 алу 2 тең 10 жүріс болады. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Кестеде бастаушының және қостаушының отауы мен қазандығы көрсетілген. Қазандықты келесі сабақта түсіндіремін. Мұнда бастаушының 1-ші отауында 2 құмалақ, 4-ші отауында 3 құмалақ, 6-ші отауында 2 құмалақ. Қостаушының 2-ші отауында 3 құмалақ, 4-ші отауында 2 құмалақ, 6-ші отауында 1 құмалақ. Ал енді балалар, осы жерден пауза қойып, есепті формуламен шығарып көріңдер. Қай жақтың отауында жүрістер көп? Есептің жауабына қарайық. Мұнда бастаушының жүрістері 35 жүріс, қостаушының жүрістері 32 жүріс. Бұл жерде қостаушыға қарағанда бастаушының жүрістері көп болып тұр. Осы секілді тапсырмаларды құрастырып, формуламен шығаруға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.